Көкпар, Тәкен Әлімқұлов. Қауынды көп жейтін тарбан қатты қызылсыраған. Бір күні шекесі шағып, ыстық іздегенде есіне көк серкесі түсті. Көк егін ақырамаш болған соң соймақ бордақ еді. Енді тым ерте союға іші қимай, дағдарысқа ұшырады. Тамның көлеңкесінде шекесін ұстап, ұзақ ойланып отырды. Таяқ тастам жерде өзен ағып жатты. Осы өзен бойын бұл атырап ылди атайды. Ал өзеннің үстінен қарайтын сонау дөңді қыр атайды. Ылдида диқандар да, қырда шаруалар. Осы екеуінің ылди мен қырдың арасы бірақ көштік болса да, үрдістері басқа, тірлігі түрліше. Өзен жағасында аңыздың тамырын тартып күнелткен тарбанда соярлық тұяқ қайдан болсын? Жалғыз серкені лағында ұнға сатып алған еді. Былтыр Кәнпескеден тиген торы құнан жүзіктің көзінен өтетін жұп-жұмыр дөнен боп өсті. Оны сатуға көзі қимады. Әрі шабандоз, Назардың баласын қара басып, пешенесіне тиген желдаяқтан айырылып қалды деген қаңқудан қорқады. Тарбан жатақтығына қарамай жаяулап көрген емес. Баяғыдан бері шығысқан жуан торысын өткен қыста жыққан. Бұдан әрі қартайса етінің дәмі қашатынын ақылдың сарабына салған еді. Жуан торының орнына жұтынған жас торының келгенін көңілге медет тұтып, қатын баласын қызылға қарық қылғанына әлі де өкінбейді. Тарбанның бір өкінетіні әкесіне ұқсап шабандоз болмағаны. Осы өзен бойындағы бір жамағайындары жазда қызылсырамайды. Түске шейін жұмысын істеп, егіндіде атқа қонады да, қай-қайдағы көкпарды алып қашып келеді. Желке қаситын еш нәрсесі жоқ. Күмәндансаңыз, өзен жағасындағы жатақтардан сұраңыз. Олар барын атқа салады. Бірде болса бірегей мінеді, жөмшөп болса о бастан құнарлы. Ал кетпен шауып, орақ орған диқанның темірдей қолының кімнен болса да көкпарды жұлып әкететінін айтып жатудың қажеті жоқ. Тарбанның қарымдылығы бір жамағайындарының қарымдылығынан кем емес. Бірақ көкпар шабудан қорқады. Неге қорқады дейсіз ғой? Ылди мен қырдағы елден сұраңыз. Тарбанның әкесі де жатақ болған деседі. Қырдағы шаруаларға көзін жалдамай, білегінің қарымдылығын танытқан деседі. Ақыры өлімі көкпардан болған деседі. Көкпардан қалайша болды дейсіз ғой? Шапқан аттың құлағында шарап болады деседі. Көкпаршыны қызды-қызды құртатын деседі. Назар көкпар алып қашып келе жатқанда әйелі тамның үстінен қарап тұрыптымыз. Қатыны келгенде тілге келмей, қолын ұсынуға ғана шамасы келіптіміз. Осы аңыз құлағына сіңіп қалған тарбанның тісі көкпардың етіне бір жамағайындары арқылы ғана тиеді. Тамның көлеңкесінде отырған тарбан осы жәйттерді қиялдан өткізді. Ол әр ойланып, бер ойланып, көк серкені соймақ болды. Көптен бері бордақланып байлауда тұрған серке қайраққа жанған пышақты көргенде бақылдап, жайсыз дауыс салды. Тарбанның денесі тітіркенді. Тарбан және біраз ойланды. Ақырында, мал адам үшін жаралған деуші еді ғой. Бордақы тұрғанда көзімді кімге телміртемін? Деп көк серкенің аяғын байлады. Бауыздалды. Аяғын шешіп жатқанда бауыздаушының басына жаңа бір ой оралды. Ау, ғұмыры көкпар ұстамаған едім. Осыны оңаша тақымдап көрсем қайтеді? Жұрт қалай тартады екен, деді. Тарбан қауын мен жүгерінің арасындағы уатқа байланған торы дөненін ерттеді. Серкенің жіліншіктерін тізерліктен кесіп тастап, кәдуілгі көкпарға ұқсатып домалатып алып шықты. Бұның не, біттім-ау, деді әйелі тілінген қауынды сөріге қақтап жатып. Серкенің желін шығарып әкелемін, деді күйеуі қоқиланып. Қымызға желіккендердің біреуі жабысып жүрсе қайтесің байғұс, деді әйелі. Жатаққа қырлықтар жабыса алмайды, деді күйеуі насаттанып. Тарбанның 10 жасар баласы. Көкем көкпар әкеледі деп, тал шыбықты шапаттап тамды айнала жүгірді. Тәйт, үй айналма, жаман болады, деп шешесі зекіріп тастады. Тарбан көк серкені өңгеріп, торы дөненді ойнақтатып шыға келді.
Әйелі тамның жанында серкенің бас сирағын үйітуге қам жасады. Тарбан көзден таса көсіліп шабатын жер іздеді. Сонау дөңнен өзенге құлайтын тарау-тарау сайдың табанында көсіліп шаба алмайсың. Қырқаға шықсаң жұрттың көзіне түсесің. Тарбан әр ойланып, бер ойланып, етектегі бір ойдым шүңейтті қалады. Торы дөнен лыпып тұр. Тарбан шоқыта шауып, шүңейтке кеп құлады. Шүңейттің арғы жағында қыраттың асты қалың еді. Шыбын шіркейі көп жерге малы да, жаны да әкеле қоймасына көзі жеткендей болды. Торы дөнен шыбындап, пысқырынып, шабыс тілей бастады. Тарбан мұртынан күліп қойды, бірақ серкесі түскір тақымына сыймайды. Дөңкиіп дөненнің санын қағады. Бұзау көкпарды тақымына қалай басады екен осы деді. Тарбан серкені өңгеріп шапты. Дөнен алғашқыда бұлтылдап, үстіндегі адамды тастап кете жаздады. Шүңейтті 3-4 айналып шыққанда ғана көсіліп шабысқа көшті. Өңгертетін шабандаз болса, көкпар алып қашуыма болады екен ғой өзі, деді Тарбан насаттанып. Сонымен не керек? Тарбан оңашада құмардан бір шықты. Үйіне қайтып келе жатқанда қаңғырған 2 жолаушыға кезіге кетті. Әлде қайдан келе жатқан шаруалар, қырдағы шаруалар. Тарбан бірінші боп сәлем берді. Сәлемді қабылдаудың орнына анау екеуі Тарбанның алдындағы көк серкеге жармасты. Бір тәуір жері екеуі екі жақтан килігіп серкек кептеліп қалды. Тарбан: әй, қойыңдар әзілді. Бұл менің бүгін қолдан сойған соғымым деді. Соғымның сирағы кесіле ме екен? Деді анау екеуі жұлқысып жатып. Тарбан ортада қалды. Көк серке қай жағына ауып бара жатса, Тарбан сол жағына қарсы тартады. Бара-бара бұның өзі де көкпардың қызығына батып, анау екеуіне еріп ә деп дауыстауды шығарды. Бұлар шапқан аттардың екпінімен қиғаштап кетті. Жатақтар хабарсыз боп қала берді. Тартысқан үшеу қыратқа шыққанда арғы жағында қалың елдің көзіне шалынды. Қалың елден еркектер апыл-құпыл атқа мініп, жусанды беткейде шаңдатып, андыздай шауып келе жатты. Осы уақытта шамасы ұзақ тартысқан үшеуінің қолы қалжыраған болу керек. Көк серке лықсып жерге түсіп қалды. Қап, әттеген-ай, деді анау екеуінің біреуі. Жалғыз жолдасыңмен жылқысып, әкеңнің құны қалып беді. Құтыл енді мынау қалың ауылдан, деді екіншісі. Біріншісі өзінің қателік жасаған енді пайымдағандай, дереу аттан түсіп, нән серкені жолдасына өңгертті. Ноқай қуғыншыға ұстатпай бара жатты. Өрге қарай шапқанның өзінде Тарбанның торысы екпінмен озып кете берді. Егер анау қашыртса, Тарбан тіптен лағып кететіндей. Жолдасы қиғаштап дөңге қарай шапты. Қалың ауылдан келе жатқандар жуықтаған жоқ. Бірақ Тарбанның торы дөнені құтқармады. Анау болса көкпарды атының екі жағында кезек-кезек ауыстырып, ноқай қуғыншыға ұстатпай бара жатты. Өрге қарай шапқанның өзінде Тарбанның торысы екпінмен озып кете берді. Егер анау қашыртса, Тарбан тіптен лағып кететіндей. Озып кетіп, қайта бұрылып, жандай шаптап, титығы құрған Тарбан бір кезде: әй Әмірбек, ертең 2 қап қауын берейін, соғымымды өзіме өңгерт, бала-шағамның нәпақасы еді, деді. Әмірбек бұның сөзін ұқпаса керек, жауабы басқаша шықты. Тор дөненге бұрыл бестімнің жете алмайтынын білем, өсіп кеткен құйымшағыңа өкпелеме, ағайындардың тісімізге көкпар етін тигізбеуші еді, бәлем, енді алдыңа келді. Тарбан өкініштен ернін тістеді. Шетінен шабандоз ағайынның біреуін ертіп шыққанда түк бәле жуымайтын еді. Енді мынау дүйім елге жаяда осының бәрін. Тарбан намыстан жарылып кете жаздады. Аттан салғандай артына қол бұлғап қиқулай бастады. Бұрыл бестінің екі жағына кезек шығудан пайда жоғын біліп, алдын орағытуды шығарды. Бұнысы не өзім жығылайын, не мысқылшыл Әмірбек жығылсын деген еді. Жылқы баласының сезімталдығы қандай? Торы дөненде ызаға булығып келеді екен. Бұрыл бестіні 2-3 рет ұшырып жібере жаздады.
Шабандоздың атын қақпайлауды қай атаның салтынан көріп ең? Басыңнан қамшымен тартып жіберейін бе осы, деді Әмірбек. Темірдің екі басы ыстық, деді Тарбан тұлданып. Сонымен не керек, бұлар қамшыласа алмады. Бұрыл бесті болса тынысы үзіліп, тапырақ қаға бастады. Көп ұзамай қуғыншылар да жетті. Әмірбектің жолдасымен бүйірлесе жеткен. Олар Тарбандай икемсіз емес екен. Бұрын жеткені арындаған аттың үстіне сағыздай созылып, Әмірбектің қашқыртқан көкпарына кенедей жабысты. Дода басталды. Бұл жер дөң мен өзеннің арасын жалғастырған арқалықтай көрнекті жон еді. Жан жақтан андыздаған аттылар қосылып жатты. Шабандоз көбейген сайын көкпарды алып қашып кету қиынға соғатыны белгілі. Топ-топ аттылар жонның сауырында құйындай ұйытқи берді. Көк серке әбден созылса да жерге жиі түсетін болды. Үйме-жүйме апыр-шұпыр дода жиіледі. Басын шарт таңып, қамшысын тістеген шабандоздардың қарулы қолдары төмен төгіліп, көк нүктенің үстіне шүпірлесіп жатты. Осындай тығыз топырда талай аттың құйма тұяғы басқан көк серкенің қарны жарылып қалды. Қарны жарылған көкпарды алып қашқандардың, жұлқыса тартысқандардың шалбарына, етегіне жын жұқты. Одан жеркенген шабандоз жоқ, қайта насаттанған іспеттеді. Көлеңке басын ұзартты. Егер көкпарды біреу алып қашып кетсе, бүгінгі қызық осымен бітетіндей. Осыны түсінген шабандоздар бір кезде ат ауыстырып мінісе бастады. Тарбан болса бала шағаның напақасын ұмытып кеткендей. Танауы киіктің танауындай желбіреп, торы дөненді босқа ойқастатып жүр. Бір кезде оған ақыл кірді. Әмірбектің күдері үзілді. Шаршаған бұрылын өзі мініп, торшамды берсем, көкпарды тамға апарып тастар. Ұшқыр дөнен ілдиға қарай қашырса, жұлдыздай ағады ғой, деді. Әмірбек Тарбанның сөзін құп алды. Ойбай, ақылыңның садағасы кетейін, деді ол атынан қарғып түсіп. Әмірбек торы дөненнің ер-тоқымын алып, желге қарсы жаяу жетелеп, терінің үгуін күтті. Көкпар кетіп қалмасын, деген Тарбанға. Әр ауыл өзіне тартқасын бірін-бірі жібермейді. Біз болсақ торы дөненнің жүйріктігіне сенеміз. Көкпар қолға тиіп, басы осса, тамға қарай шоқыта бер, деді. Терін үгіп алған дөнен жиі-жиі пысқырып, құлағын қайшылап, жер тарпып, құтырып шыға келді. Осы кезде және бір дода болып жатқан. Кірсеңші, деген Тарбанға Әмірбек сабырлы жауап қайырды. Дөненнің белі додаға жарамайды, бұйырса шеттен қағамыз. Әмірбектің айтқаны тура келді. Доданы қақыратып, біреу көкпарды өрге қарай алып шыққанда, ол бүйірден қосылып, сақпанның тасындай сарт ете қалды. Қолы көкпарға іліккенде жата қап тартпай, тіп-тік отырған күйінде төмен қарай жұлқып, сілкіп тартты. Екі ат екі ажырасқанда көкпар Әмірбектің қолында кетті. Қаны жыны шығып созылған көк серке салақтап торы дөненнің омырауын соқты. Әмірбек созылған көкпарды екі бүктеп тақымының астына басып алды да, атын жалт бұрып, сетінеген қараң-құраң көпшіліктің ішінен аралай шапты. Көпшіліктің қорқақтары арынды дөненнің екпінінен қаймықса, батылдары көлденең шауып жол бөгесті. Әмірбек мана торы дөненнің тізгінін желкесіне түйіп тастаған. Енді сол тізгін тәсілдің бұйдасына айналды. Торы дөнен қаумақты да қалың қуғыншының ішінде бұлтылдап, жалт-жұлт қашыртып, саңылау іздей бастады. Саңылау ашылғанда жұлдыздай аққан торы дөненнің артынан алақұйын ұйытқумен болды. Тарбанның тұла бойын шымырланды. «Я байқай-ай», деп торы мен Әмірбектің тілеуін тіледі. Көзінен жас та шығып кетті. Осындай қым-қиғаш қарбаласта біраз уақыт өтті. Шамасы сүт пісірімдей мезгіл болуға керек. Көлеңке әлі жоғарлаған жоқ еді. Олай-бұлай дүргілудің, ұйытқудың бір кілтеңінде Әмірбекке жол ашылып қалды. Торы дөнен сағыздай созылып, оқшауланып шыға келді. Кетті дескен дауыстар шықты. Енді артына қиқу қоюлап, түсір көбейгенде, жер бауырлап, құлағын қоянның құлағындай қайшылап ағып бара жатты.
Тарбан айналайын десе, бөгде жандар жығылғырдың шабысынай десті. Осындай сүйініс күйініс туғызып кеткен торы дөнен қуғыншы дүрмектен оқ бойы ұзағанда мұрттай ұшты. Әмірбек 2 рет домалап кетті. Көкпар шамалы дамылдады. Жұрт жығылған атты қоршап алды. Торы дөненнің танауы жыбырлап жатты. Isырылыңдар, жел тисін деді біреу. Жұрт жартып ысырыла қоймады. Аяғын тышқанның ініне тығып алған екен, деді енді біреу. Ойбай, тартпасын, ағытыңдар, деді екінші біреу. Тартпадан пайда жоқ, мойны үзіліп кетіпті, деді үшінші біреу. Азаматтың аман қалғанына шүкіршілік, деді төртінші біреу. Тарбан да Әмірбек те мең-зең еді. Сереңдеп өліп бара жатқан торы дөненнің пышаққа ілінгенін байқады. Көкпарда өлген жылқының еті көптікі, сауабын ал, деді әлде біреу ақыл беріп. Әмірбекке айтқаны, Тарбанға айтқаны белгісіз боп қала берді. Күн алаурап ұясына батып бара жатты. Қызылға үймелегендер тайлы таяқты кәрі құртаңдар ғана. Жұрт көкпарды додаға салып, қайтадан қырқыса бастады. Енді бәрі асығып жанталасып, қамшылар аттың сауырына сатыр-сұтыр түйіп жатты. Әмірбектің беті қанап, топырақ жұғып қалған екен, қанталап қарая берді. Ұятты болдым, деді Әмірбек. Ер тоқымыңды жаяу арқалап қайтқаның жараспас. Бұрыл бестімен қайт. Басы бүтін алсаң да, майын мінсең де еркің. Ала көлеңкелі апақ-сапақта Әмірбек жолдасының атына мінгесіп қырға өрледі. Тарбан Әмірбектің атына мініп, көкпар орнына өзінің ер тұрманын өңгеріп, ылдиға құлап бара жатты. Көкпардан түйіскен сапар 2 айрық тартты. Осы уақытта Тарбанның шамасыз кешіккенінен түңілген әйелі үйтілген бас пен сирақтарды қазанға салып жатты. Қызылсырап қыңқылдаған баласын жұбатқан болды. Ал ер тұрманын өңгеріп келе жатқан Тарбанның құлағына кешкі ауада әлде қайдан жұлқысқан шабандоздардың даусы естіліп жатты. Тарбанның көңіліне қызығу, жабығу сезімі қатар ұялады.